Баршаңызға қайырлы күн, құрметті көрермендер, каналға қош келдіңіздер. Бүгін сіздермен безенің рецептісімен бөлісетін боламын. Керекті құрамдарының барлығы видеоның астында описанияда қалдырылған. Алдымен ақуызымызды шекермен қосып, су моншасында ерітетін боламыз. Құрғақ және таза ыдысымызға еріген осы массамызды құйып, миксердің көмегімен жай жылдамдықта араластырамыз. Одан кейін миксердің жылдамдығын көбейтіп 10-15 минутта миксерлейтін боламыз. Міне осылай ақуыз өзінің формасын ұстау керек. Осы уақытта сахарный пудрамызды салып, тағы да 1-2 минутта миксерлейтін боламыз. Қазір сіздерге безені екі түрлі түске қалай бояуға болады, және де оны біріктіріп қалай шығаруға болады, соны көрсетемін. Алдымен екі ыдысымызға бөліп аламыз, және де кондитерлік бояғыштардың көмегімен екеуін екі түрлі түске бояп алатын боламыз. Пищевой пленканы пайдаландым, осындай көлемде кесіп алып, бірінші қызғылт түсін қасықпен жайып шығып, екінші осы сары түсін үстіне жайып, пленканы орайтын боламыз. Екі жағынан осылайынан бүктеңіздер. Кондитерлік мешокты пайдаланғандарыңыз дұрыс, және де насадканы ішіне салып, қазір насадканың номерін описанияға салып қалдыратын боламын. Енді безелерімізді поклан қағазы, яғни пергаментный бумагының үстіне осылайынан форманы жасап, дөңгелетіп отырып, әдемілеп құйып шығатын боламыз. Бір-біріне өте жақын болып кетпесін, себебі пісу барысында бұлар өздерінің қалпынан шамалы өсетін болады. Енді таяқшаларымызды тығып шығамыз. Осыдан кейін қалған безелерімізді кішкентай бөліктерге бөліп, осылайынан құйып шығатын боламыз. Енді үстіне әдемілікке осылайынан посыпкаларымызды сеуіп шығуға болады. Болмаса осылайынан да өте әдемі көрінеді. Осымен безелеріміз дайын. Безелерімізді 90 градуста 2 сағатқа кептіріп алатын боламыз. 90 градустан жоғарғы температураға қоймаңыздар, себебі бетінің барлығы жарылып, күйіп кетуі мүмкін. Құрметті менің оқырмандарым, осымен швейцарский меренге, яғни безенің жасалу жолын сіздермен бөлістім. Барлық құпиясын айттым, сіздер де осылай жасап көріңіздер. Сіздерге осы видео пайдалы болса, және де ұнаған болса, осы видеоға лайк басып, пікір қалдырып, каналға тіркеліп кетуді ұмытпаңыздар. Алда тағы да жақсы рецепттермен бөлісетін боламын. Баршаңызға соңына дейін қарағандарыңыз үшін көп рахмет.